Сәлеметсіз бе, Күнділді ата? Жалпы менің қазір сізге бірнеше қоятын сұрақтарым бар. Олай болса, бастайық. Жалпы өзіңіз туралы қысқаша айтып өтсеңіз, балалық шағыңыз қалай өтті? Енді өзімнің жалпы семьям туралы айтатын болсам, біз бір анадан бес ұл екі қызбыз. Қазір барлығы дүниеде бар. Қазір өмір сүріп жатыр. Әрқайсысы әр қалада. Енді менің жастық шағым, кішкентай кезім сол 1955 жылы дүниеге келгем. 1963 жылы бірінші классқа бардым. Өзде біздің ауылда 8 жылдық мектеп болатын, 10 жылдық жоқ болатын. 71 жылы Қаныш Сәтбаев атындағы орта мектептің 10 класты бітірдім. Сол 10 класты бітіріп келгеннен кейін анам Жамал деген кісі, сол кісі күріш егетін. Сол күріш егілгеннен кейін мен ес ағайынды болғаннан кейін бәрі менен кейін кіші ғой, енді ең ішінде азамат болғанымен соларға қамқоршы болайын деп сол анамның қасында күріш егіп 75 жыл қалдым. Сол жерден күріштен өнім алдық, басқа болды, әл ауқатымыз жақсарды. Ол кезде еңбек еткен адамдарға мысалы қосымша сыйақылар береді, соларды алып жүрді. Міне біздің ең жастық шағымдағы өткен өмірім осы. Жалпы ең алғашқы еңбек жолыңызды қалай бастадыңыз? 73 жылдан бастадым, Ағыс айында келдім. Ол кезде Сералиев Бақи деген кісі құрылысшы. Сол құрылысшының қасында бір жыл жұмыс істедім. Содан кейін 70 жылдан бастап, 74 жылдан бастап күріш саласына ауыстым. Сол саладан кеше 91 жылға дейін бригадир болдым, агроном болдым, шаруашылықтың орынбасары болып істедім. Сондай қызметтер атқарып жүрдім. Еңбек алғаннан кейін мен Қызылорда Қорқыт ата атындағы педагогикалық институттың еңбек факультетіне түсіп, сонда еңбек пәнінің мұғалімі деген атағы 91 мектепте еңбек пәнінен сабақ бердім. Осы кәсіби жолыңызда қандай қиындықтар кездесті сізде? Енді әртүрлі қиындықтар, ауыл шаруашылығында істегенде де, мектепте істегенде әртүрлі қиындықтар болады. Ол қиындықтардың бәрін адамның өзінің мінез-құлқымен, тәрбиесімен, ақылдылығымен, үлгерімімен өзін-өзі ақтап шыға алады. Қиындық болмайтын нәрсе жоқ, кез келген нәрсе қиындықта болады. Жалпы қазіргі таңда сіздің Қазалының құрметті азамат атағын алғаныңызды білеміз. Жалпы бұл біз үшін, келешек жас ұрпақ үшін өте үлгі өнеге болып табылады. Жалпы сіздің ойыңызша нағыз құрметті азамат қандай болу керек? Енді адам болғаннан кейін, пенде болғаннан кейін қанша айтқанмен адамның кемшілігі болмай тұрмайды. Адам сол кемшіліктерді бірінен бірі көрген кезде біріне бірі кешіріммен қарап, бірін бірі сыйлап, біріне бірі үлкен құрмет көрсетіп, ілтипат жасап, алғыс айтып, осындай жағдайларда өмір сүруге болады. Рахмет ата. Жалпы өмірде сізді алдыға жетелейтін басты қағидаңыз қандай болды? Мен енді жаңа жастық шағым туралы алдыңғы әңгімемде айттым. Ал енді менің өзімнің ойым, адам болу бір басқа, адам болып қызмет ету бір басқа. Өйткені еңбектің өзі адамды тәрбиелейді. Адам еңбекпен өседі. Неге іңгәлап бесікке түскеннен бастап еңбек. Өйткені кішкентай балаларды көрсең еңбек. Бесікте жатып қол аяғы қимылдайды. Соның өзі еңбек. Адамның психологиясы өзіне өзі тәрбие береді. Мен сол еңбекті жақсы көремін. Жалпы қорытындылай келе біздің сұхбатымызды қазіргі жастарға қандай ақыл кеңес берер едіңіз? Мен айтар едім, қазіргі жастар бақытты, өте бақытты. Білім, ғылым, басқа да қызметтер істеуге ыңғайлы. Егер шын пейілімен, шын ақыл ой аражданымен қызмет ететін болса, кез келген нәрсеге қызмет етуге болады. Ешқандай қиындық жоқ. Барлық нәрсе бар. Біліп аламын десе де, басқа жасайын десе, кәсіп жасайын десе де, барлығына қазір ел халық үшін барлығына мүмкіндік жасап отыр. Сізге көп рахмет ата. Бүгінгі сұхбат бергеніңіз үшін сізге алдағы уақытта ұзақ ғұмыр тілеймін. Көп рахмет. Сендерге де рахмет. Бақыт тілеймін. Келешектеріңіз зор болсын. Бақытты болыңыздар. Жасап жатқан қызметтеріңізден биігіне көріңіздер. Алғыс айтамын. Рахмет ата.